Осы жерде отырсыздар ма? Значит, сіздердің қолдарыңыздан келетін болғаннан кейін осы жерде отырсыздар. Алла тағала мына информацияны кімге естіртіп отыр, сол қолынан келеді. Информация просто так бармайды. Жайдан жай Аллахтың қалауынсыз жапырақ жерге түспейтін секілді, информация да сіздерге жайдан жай бармайды. Бұл компания туралы кім сізге ақпарат берді? Рахмет айтыңыздар. Кім әкелді? Рахмет айтыңыздар. И Гонконгта ашылу болды, өте қымбат район, жаңа қымбат мемлекет. Қымбат деп жүрген жоқ. Жаңағы 600-700 адамның тамағы, ішіп жемі бәрін компания төлеп жатыр. Бір күн Гонконгта болдық, ертесінде неге апарды? Аумынға апарды. Аумын дегеніміз Макао, жаңа Португалия басқарған дедім мен сіздерге. Даму өте керемет. Жаңағы казиноның ең дамыған, казиномен дамыған мемлекет ол негізі байлардың баратын жері, тек қана байлар ғана барады. А соны бізді жаңағы дамыған мемлекетке бізді апарды, қыдыртты. Макаода жүрген кезде менің түсінгенім, ол мемлекет денсаулыққа өте мән береді екен. Қытайда адамдардың ортақ жасы 75 жас. Ортақ жас, ол мемлекетте 85 жас екен. 85 жастан кейін адамдар қартаяды екен. Адамдардың денсаулыққа мән беру бірінші орында тұрады екен. Біз ауырсақ қане докторға барамыз, сосын кейін бір операция жасайды дегенде докторханаға барамыз. Дұрыс па? Стресс, жұмыс, таңнан кешке дейін шаршау, о жерде адамдар сағат 10-да жұмысқа шығады екен. Кеште 6-да жұмысқа түседі екен. Сондай спокойный, одан кейін адамдары жаңағы сенбі-жексенбі вообще демалады, праздникте вообще демалады. Сондай өздерін күткен мемлекет олар. Бір жылда бір рет чекаптан өтеді екен адамдар. Бір жылда бір рет. Адамның денсаулығын ғана бірінші орынға қояды екен олар. Жаңа жұмыс, ақша емес, өте бай мемлекет, капиталист мемлекет. Бір жылда бір рет чекаптан өткізеді екен да адамдардың барлығын. Егер де сіздің денсаулығыңыз положение болып тұрса, ешқандай ауру жоқ, барлық күшті болып тұрса, 4 миллион ақша береді екен сол адамға. Бір жылда бір рет 4 миллион теңгені үкімет каждый адамға береді екен. Одан кейін олар не істейді? Оны алады екен да тағы да жаңағы біздің істетіп отқан баттар секілді бат алып өзінің денсаулығын күте береді екен. Болды. Олар сондай рахат өмірде өмір сүріп жатыр да. Ананы көрген кезде бізге де жеңіл күшті продукция берді ғой, денсаулықты бірінші орынға қояйық. Адамдар аптека деген жоқтың қасы дейді о жерде. Біз екі аттасың аптека ғой, екі аттасың аптека. Докторханалар деген жеке докторхана, государственный докторхана деген жаңағындай былай самсып тұрған жоқ о жақта. Тек мықты бір государственный докторханалар болады екен. Емханалар тек адамдардың денсаулығын тексеріп, жаңағы ауру бар ма, жоқ па, соған ғана береді да, диагностикадан өтеді. Жаңағы айтып отырмын ғой, барлығы положение болып тұр. Ешқандай ауру жоқ болса, өкімет оларға ақша береді екен. Сол үшін олар бірінші орында денсаулықты күтеді екен. Ал біздің ЖМО-дың өнімдері міне сіздерге өте денсаулыққа келіп отыр. Бірінші денсаулық деген нәрсені ғана маңызды орынға қойғанда, бізге сіздерге айтып отқанымыз сол ЖМО-дың өнімдері біз үшін өте үлкен мүмкіндік. Бір аптада, екі аптада очисткадан өтіп, қаншама адамдар емін алып жатыр. Яғни менің жүрген группам 60, қазір айтам, 24 автобустың 4-5 автобусы VIP автобус болды. Тек жаңа бас директорлар мен золотой деппін ғой. Бас директормын ғой мен, одан кейінгі директор статусындағы жаңағы Жаң мырзаның статусы бар ғой. 8 бізде не болған кезде глубина болсын мейлі, лишнек есептеле береді, или глубинадан есептеле береді. 8-60% болса бізде не болады? Яғни ең жоғарғы статус директор болады. Солар менің бас директорлар менің жаңағы автобусымда жүрді. 4-5 автобус бірге жүрдік біз. Бір күндік гостиницамыз қонған кезде, бір күндік гостиницамыз 300 мың теңге. Сіздер қайдан көрдіңіздер? 300 мың теңгелік гостиницаға бүгінге дейін қанша сертификаттар отырсыздар? Кім, қай компания барып жатқызды? Күніне 300 мың теңгелік гостиницаға. Мен айта аламын мына жерде, мен барып жатып келдім деп. Кім апарды? Әуел Алла, ЖМО корпорациясы жаңағы күні 300 мың теңгелік гостиницаға қанша адамдарды апарып келді. О да болса компанияның құдіретін көрсетеді. Ақшасы бар, ауқатты, әл-ауқатты, жаңағы понтамиті мықты деген сөз. Сосын кейін қаншама ертесінде жаңағы Жухайға тағы апардық.
2 шекарадан өткізді. Гонконгтың шекарасынан бір өткізді, Аумының шекарасын, жаңағы Макуаның шекарасынан бір өткізді, и Жухайдың шекарасына, Жухайға өттік. Жухай деген Қытайдың ішіне қарай қайта кірдік. 2 мемлекетті аттап барып Жухайға кірдік. Жухайда кешкі ас берді. 80 стол болды. Ана столға қойған жаңағы Қытайлар арақ ішеді енді. Сол үшін столдарына молодец, 300 мың теңгелік гостиницада жатам деп. Мен не үшін айтам осының барын? Чақ кете қалсын, нерв клеткаларыңыз қабылдабасын деп айтам. Ол енді гостиницаның мен сіздерге видеосын бәрін жібергем группаларға. Каждый столдағы арақ, біздің қыздар айтты ғой ертесінде, мә аналар біз магазиннен көріп қалдық депші, 75 мың теңгелік арақтар тұрды. Каждый столда қымбат винолар тұрды, 80 столда. Ол дегенде олар өздерін солай құрметтейді. Лидерлерді солай құрметтейді. Дастарханды олар солай жаяды. Біз шайға шақырамыз, олар жаңағы бір-біріне бизнеске шақырғанда Қытайлар қымбат темекі береді, қымбат арақ береді. Солай бизнеске шақырады. Ал ана жерде енді өзінің лидерлерін күтіп атқанын, сондай жоғары дастарханға күтіп атқанын біз көре алдық. Ал бізге не істеді? Шинжин деп тұрып бізге стол жасап берді. Шинжин деген не? Мұсылман столы деп жазып қойыпты бізге. Ана мұсылман столы дегенге біз барып отырамыз, қазақтар. Ол жерде тек қана мұсылмандарға арналған тамақты арнайы қабырғасымен, 5 бармағымен заказ жасап тастаған ғой. Сонысына риза болдық. Қаншама бізді ана халықтардан бөлек қылып, сондай үлкен дастарханмен күтіп алып жатыр да. Енді жаман ішкенін айтып, ішкенін айтып жатқан жоқпын. Просто бізге беріп жатқан құрметіне разы отырмыз да. Содан кейін бізді сахнаға шығарып, сол Жухайдағы кешкі неде тағы да қазақтарды бірінші рет сахнаға шығарып, Дархан мырза, Інжу ханым, Айман ханым деген секілді лидерлердің барлығын осынша оборот берді деп сахнаға айғайлап тұрып аттарын шығарып, грамотный сыйлықтарын берді. Және бас директор деп бізді шығардарды ханым екеумізді, бізге де сыйлығын беріп жатыр. Енді ерекше мақтады Қазақстанда. Қазақстан бүкіл Азияны ашып жатыр. Қазақстан арқылы бүкіл әлем кетіп жатыр. Молодец, қазақтарға разымыз, Қазақстаннан үйреніңдер деп өздерінің командасына біз арқылы мотивация беріп жатыр. Ол енді мен үшін емес, Дархан үшін емес, бәріміз үшін үлкен қуаныш деп ойлаймын. Алланың бізге беріп жатқан бағы деймін да. Енді менің өзімнің сол жерде алған энергиям өте мықты ортада жүрдім. Көтерген ана менің жанымда жүрген бір автобус 35 адам жүрдік. 35 адамның барлығы миллионерлер. Қолдарын Қытайлар былай қыдырады. Қытайлар. Біз былай қыдырамыз, қазақтар. Жаңағы Вьетнамға, болмаса Таиландқа, болмаса жаңағы бір неге барып аламыз да, пляжға жатамыз. Бір апта ана жерде демалып, телефонның бәрін өшіп тастап, пляж, сауна демаламыз, дұрыс па? Бәрін өшіп тастаймыз да, рахаттанып, демалып, медитация жасап, сол жерде бір апта демалуға барамыз. Ал Қытайлардың демалуы мүлдем басқа. Қытайлар бір мемлекетке барса, сол мемлекет